Сәлем достар, сіздермен бірге Салтанат. Бүгін сіздермен бірге оңай әрі жылдам дайындалатын пайдалы дәрумендерге бай салат дайындайтын боламыз. Ал піскен қызылшамызды видеодағыдай етіп турап аламыз. 3 дана қызылшаны турап алдым мен. Туралған қызылшаларымызды ыдысымызға салып аламыз. Ал енді 2 дана қиярымызды дәл осындай домалақ етіп турап аламыз, жіңішкелеу етіп. Қиярымызды да салып аламыз қызылшаның үстіне. Енді жарты қызыл пиязымызды турап аламыз. Чесногымызды да майдалап, турап салатын боламыз. Чеснокпен салаттар өте дәмді болады. Ал енді укроп, гинза да турап аламыз. Ал енді жарты қасық қара бұршымызды саламыз. Татымына қарай тұзымызды саламыз. Кішкене лимонды кесіп, лимон суын сығып аламыз. Енді салат жапырақтарын дәл видеодағыдай етіп осылай көлемде салатын боламыз. Қолымызбен бөліп енді үстіне оливковый масламызды құйып алып, жақсылап араластырамыз. Міне, осымен біздің салатымыз дайын болды. Өте дәмді, пайдалы, витаминдерге бай. Үйде жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.